Сәлем. Вообще қазақтарға бала тууға болмайды ше. Айтайын ба неге екенін? Өйткені қазақ деген ол бәрі айтады, бала үшін өмір сүреміз дейді, бірақ бір қазақта бала үшін өмір сүрмейді, олар ел үшін өмір сүреді. Қазақтар ел үшін өмір сүреді. Түсіндіріп берейін қазір. Мысалы, қараңдаршы, біздің балаларымыз кейде бірдеңкені сындырып қояды, бірдеңкені бүлдіріп қояды. Сонда қазақтар қалай істейді? Не істейсіздер сіздер? Немесе ет жинақ қоймайды, немесе жаңа айтқанын істеп қоймайды. Сол кезде бір жер төңкергенде, мысалы, телевизорды сындырмаса ше, мысалы, жер төңкергенде айғай-шу қырғын болады ғой, иә? Ал енді ойлаңыздар, тура сол қазақтың бір қатты сыйлайтын, бір сондай идеал біреу келіп, тура соны істесе, тура сол қазақ баласына айғайлаған қазақ не істейді? Ештен кетпейді. Ой, оң қасында адамда өліп қалады ғой, ода тұрған ештеңке жоқ, телевизор қой, дүние қой, ештен кетпейді дейді. Сонда елдің көңіл күйі басқасы маңыздырақ та, өзінің баласының қарағанда. Немесе жаңа кір сал дейсіңдер, иә, балаларыңа. Кір салсылып. Соң бала білмей болсын, басқа болсын, әйтеуір 250 градус қамай, әше, бітшіт, қызыл, қара, бәрі кірді салып тастап, киімнің бәрін бітшітін шығап тастайды дейік, иә? Сіздің жақсы көреді бір көйлегіңіз. Сол кезде қазақ не істейді? Сол баласын төмпешті бітшітін шығаруы мүмкін. Ал тура сол жағдай жаңа қатты бір сыйлайтын ел болса, или хотя бы елдің баласы болса, не дейді? Ештен кетпейді, сол көлік тастайсың дейміз. Сондықтан қазақтарға ше бала тууға болмайды. Өйткені қазақтар ел үшін өмір сүреді. Егерде содан балалар негізі қазақтарда балалық шақты көрмей өседі. Сол үшін ше қазақтарға бала тууға болмайды. Егерде туғыларың келсе, онда осознанный ата-ана болып, осындай нәрселерді ойлап, балаға травма жасамай туыңдар. Аман болыңдар.